Қалайсыздар? Бүгін сенбі. Мен жұмысқа шықтым. Жұмысқа келдім. Терлеп кеттім ғой. 안녕하세요. Мынау кафеде мынандай балық сатады ғой. Ұзын қальчи деп аталады. Бір адамға $25 ғой. Не деген 40 адам келеді осы балықты жеуге. Влажный салфеткалар ғой клиенттен алған. Осыны жинап, березнаға салып жуамыз. Сөйтіп уборка жасағанда қолданамыз. 그냥 가? 응? 맛있는 거 있어요? жұмысым бітті. Енді үйге барам, Құдай қаласа. Не қылмағасыз? Кеш шығатсыз? Магазинге кіріп шықтым. Печенье алдым, йогурт, семечка алдым. Қазір Кербездің үйіне кіріп шығу керек. Мен інімнің үйіне баратырмын. Мынау қоңыр үйде інім тұрады. Кербез. Жаным, өз бүгін коронамен ауырып қалды уже. Коронамен ауырып. Башын ауырып отыр ма, Кербез? Башын ауырып отыр ма? Басын ауырып отыр ма? Жаным, өзің башын ауырып отыр. Тамағын ауырып отыр ма? На, кел. На. Терлеп кетіпсің ғой. Ана, семшік шығамыз ба? На.
Печенье. На, сок. Мама қақта? Кіріп кетті ме бөлмеге? Кіріп кетті ме? Жаным, уже коронамен ауырып қалды уже. Ой, баш іштік көп тұр. Башын ауырып жатыр ма, кербез? Дын болып жатыр ма башын? Башын ауырып жатыр ма? Жейсің бе, кербез? Йогурт жейсің бе? Жейсің бе? Сөйтіп кеше доктор мұрнына тықты ма, кербез? Мұрнына тығып алам деді ма? Мұрнына чық деді ма кеше? Сөйтті ма, ауырды ма мұрнынан сөйтіп? Жаным, өзі кішкентай кнопка мұрны бар өзінің. Мынау корейский ақшалар. 50 мың вон. 50 мың вон где-то $40 ғой. Мынау $40. Мынау 10 мың вон. Ол $8. Мынау 10 мың вон. 3 мың теңге болады ғой. Отырпайын деп жылайсың сен не? Сервис? Жаным, шашыма өзің. Ой. Қалайсыздар? Бізде кеш болды. Кешкі Корея. Біз магазинге баратырмыз.